Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге жұмсақ әрі нәзік және оңай дайындалатын бисквиттің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен бізге жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Бұл жерде ескеретін жайт, ыдысымыз құрғақ, таза болу керек. Осылай салфетканың көмегімен құрғатып тазалап аламыз. Содан кейін барып жұмыртқаның ағын сарысынан бөлеміз. Мінекей жұмыртқамыздың ағынан сарысын бөліп алдық. Енді осыған қантымыздың жартысын ағына саламыз да, қалған жартысын сарысына қосатын боламыз. Содан кейін барып, ең бірінші венчиктің көмегімен ағын араластырамыз. Бұл жерде де венчикті жақсылап отырып тазалап алуымыз керек. Себебі қандай да бір қоқым түсіп кететін болса, жұмыртқаның ағы көтерілмей қояды. Соны ескеріңіздер. Бұл өте маңызды. Мінекей жұмыртқамыздың ағын осылай жақсылап отырып қопсытып аламыз. Бұл жерде дайын болғанын ары бері ыдысты қозғаған кезде ағы төгілмейді, орнынан қозғалмайтын болады. Дәл солай жұмыртқамыздың сарысын да араластырып қопсытып аламыз, жақсылап отырып. Мінекей жұмыртқамыздың сарысы да дайын болды. Енді осы екеуін бір-біріне араластыратын боламыз. Ол үшін қалақшаның көмегімен жұмыртқаның ағын аз-аз бөліктен сарысына қосамыз да, осындай қимылмен араластырамыз, төменнен жоғары бағытта. Басқалай араластыруға болмайды, өйткені бұл жерде басылып қалуы мүмкін. Сол үшін міне жоғарыдан төменнен жоғары қарай араластыратын боламыз. Мінекей бізде массамыз дайын болды. Енді оған ұнымызды қосамыз. Ол үшін ұнға алдымен қопсытқышты қосып, осылай ұнды аз-аз бөліктен массамызға сала отырып, дәл сол бағытта араластырамыз. Бұл жерде ұнымыз массамызды басып тастамау керек. Соған аса мән беруіміз қажет. Мінекей қараңыздар, біздің қамырымыз дайын. Өте жұмсақ және үлпілдеген қамыр болып шықты. Енді осыны арнайы дайындап алған формамызға құйып, қызып тұрған пеште жақсылап отырып пісіріп аламыз. Мінекей бисквитіміз дайын, жұмсақ әрі нәзік болып шықты. Бұл бисквит кез келген тортқа креммен үйлесе береді.
менімен бірге болғандарыңызға рахмет.